Бүгінгі таңда Еуропаның дерлік барлық елдері бір тұтас жүйеге, Еуроодаққа біріктірілген. Бұл жоғары деңгейдегі ынтымақтастықтың, төзімділіктің және жалпы игілікке ұмтылудың ерекше көрсеткіші деп есептеледі. Еуропалықтар бұл деңгейге жету үшін көптеген жылдар бойы қақтығыстар, соғыстар, дағдарыстар мен күйзелістерден өтіп, ақыры ортақ келісімге келді. Осылайша Еуроодақ пайда болды. Шын мәнінде қазіргі Еуроодақта ешқандай жаңа нәрсе жоқ. 19 ғасырдың соңында да Еуропа бір тұтас кеңістік болған. Негізінде бұл да бір түрдегі Еуроодақ еді. Сенбейсіз бе? Онда тарихи деректерге көз жүгіртейік. Мысалы, 20 ғасырдың басын, нақтырақ айтқанда 1910 жылды алайық. Еуропа картасында көптеген мемлекеттер көрсетілген, бірақ олардың көпшілігін бір әулеттен шыққан императорлар мен патшалар басқарып отырған. 20 ғасырдың басындағы Еуропадағы барлық монархтар туыстар. Және олар жай ғана туыс емес, бәрі немістер. Ресей императоры Николай II нағыз неміс. Оның ата-бабаларының ешқайсысы орыс болмаған. Бәрі бірнеше ұрпақ бойы немістер. Британия королі Эдуард VII Саксин-Кобург-Гот әулетінің немісі. Оның бойында бір тамшы да британ қаны жоқ. Болгария патшасы Фердинанд I. Оның әкесі де неміс Саксин-Кобург-Гот әулетінен, ал анасы Бурбондар әулетінен. Болгария патшасы Фердинанд Ұлыбритания королінің үшінші туысы. Испания королі Альфонсо X. Оның анасы австриялық неміс Габсбургтер әулетінен. Италия королі Виктор Эммануэль I. Оның әжелері бірі австриялық, екіншісі саксондық. Австриялықтарда немістер. Виктор Эммануэль Габсбургтер мен Бурбондар әулетіне жатады. Бұл әулеттер өзара туыс. Португалия королі Мануэл II де австриялық Габсбургтер әулетінен, Бурбондармен араласқан. Швеция королі Густав V, оның анасы немістің Виспаден қаласынан, ал әжесі немістің Штутгарт қаласынан. Нидерланд королевасы Вильгельмина, оның бір әжесі Ресейден шыққан таза неміс, екінші әжесі немістің Виспаден қаласынан. Швеция королі Густав, патшайым Вильгельминаның немере ағасы. Бельгия королі Альберт I, оның анасы немістің Гогенцоллерн әулетінен, Зигмарен қаласында туған. Қазіргі таңда бұл Германияның Баден-Вюртемберг аймағы. Румыния королі Кароль I, бұл оның румын тағына отырғанда алған аты. Жай ғана король. Ол неміс Гогенцоллерн әулетіне шыққан, Бельгияның неміс королінің ағасы. Грекия королі Георг I, Данияның неміс королінің ұлы, Ресейдің неміс императорының немересі. Оның гректермен ешқандай туыстық байланысы жоқ. Белгілі бір сурет 1910 жылы түсірілген. Британия королі Эдуард VII жерлеуіне оның туыстары мен жоғарыда атап өткен 9 еуропалық монарх елді. Олардың бәрі немістер, бәрі бір-біріне туыс. Қорытынды, 20 ғасырдың басында бүкіл Еуропа мен Ресей неміс әулетінің билігіндегі бір тұтас жүйе болды. Қазіргі заманғы ұлы жетістіктер деп саналатын нәрсенің бәрі бұрын жасалған және бірнеше рет қайталанған. Шын мәнінде ешқандай жаңа нәрсе болып жатқан жоқ. Неміс билеушілері Еуропаны бір тұтас одаққа 19 ғасырда біріктірген, бірақ ол бірінші дүниежүзілік соғыста күйреді. Сосын немістер тағы да жаңа Еуроодақ құрды. Қазіргі 21 ғасырда ресми түрде құрылған Еуроодақ емес, 20 ғасырдың ортасында тағы бір бірыңғай Еуропалық одақ болған. Қайсы екенін болжай аласыз ба? Осы туралы келесіде әңгімелесеміз.